2 январь 26 жыл. Мен Құрманов Емберген, Павлодар облысы Ақсу қаласының тұрғыны. Міне үйге келдім. Үлкен жылынып шықтық, шай ішіп. Біз шалдар шай ішпесек жүре алмаймыз ғой. Қайт барам жігіттер, ояныңдар. Мына ұры билікті өзгертейік. Өзіміз қандай партия басқаратын. Біз мал емеспіз ғой енді. Назарбаев 30 жылдан аса отыр ана билікте. Кім Назарбаев жоқ дейді, ана Тоқаевты кім сайлады? Кісілер маған келгенде неткен, аға сіздікі дұрыс деп. Бәрі мен жақтайды. Қайт барам жігіттер, ояныңдар. Осы видео пікір жазыңдар. Кімде отбасы деген тариф бар Билайында. Мен қосыңыздар, өтініш. Әйтсе менде мегабайт аз қалды. Қазір міне көршілердің Wi-Fi-ына қосылып, тікелей эфир жүргізіп жатырмын. Ана мегабайтты Назарбаевтың полициялары келсе, осыларды тікелей эфирге түсіруге дайындап қойдым соны. Қайт барам жігіттер, ояныңдар. Шығайық бейбіт шеруге. Ана біздің көшбасшы Мұхтар Әбіләзов бейбіт шеру жариялайды, шығайық бәріміз. Білемін, мен Назарбаевтың құлдары қалмайды. Ақыры рет бейбіт шерудің алдында. Ақыры рет айтып тұрғаным, барымда аштан өлем анда. Ашық жарылайым. Өткен жылы 14 тәулік ашықта болдым. Осы жолы 4 тәулік шығасым жақсы. Тамақ күнде ішпеймін, күн ара ішемін. Отырғанның өзінде бассейн алып кетеді. Ойлаймын, бітті кетіп барам деп. Жоқ, содан жүрек қатты соғып кетеді, содан жібереді деп. Даже мына үйде жатқанның өзінде бассейн алып кетеді. Ойлаймын, өліп барам деп. Сосын тері ұрқы түседі, жүрек қатты соғып кетеді, сосын жібереді деп. Оянды жігіттер, шығыңдар бейбіт шеруге. Мына ұры билікті өзгертейік енді, алдында айтқандай. Біз мал емеспіз ғой енді. Біз қазір малдан жаманбыз. Назарбаев 30 жылдан аса біздің үстімізде отыр уже. Бақташы сияқты. Дамыған елдер қалай? Олар неге дамыған? Олар өздері таңдайды, қандай партия басқаратын. Басқарып отырған партия айтқан несін орындамаса, келесі жолы кіргізбейді неге сайлауға. Ал уақыт аяп қалды енді. Тұрады осы видеоны, пікір жазыңдар.